Sağ olsun Ali, böyle cedvelden sizni tanış etti. Demek böyle ratlıq günleri yakınlaşmaktasız. Filmlerini seçip aldınız ya da evde seyredeceksiniz ya da kinoteatrlarımızga barıp bu filmlerini seçip alacaksınız. Ne olsa olsun siz öz böyle ratlıq günlerinizni gerekli ve böyle güzel keyifle geçiriniz. Evet, doğru aytın Gülcan. Ali'ge de sağ olsun айтмаға isteyimiz. Gerçekten de böyle meraklı filmler hakkında bizge tafsilatlıca aytıp berdi. Biz endi saygılı dostlar Gülcan'ın böyle yakın oturduk. Ne için sorasanız? Çünkü bizim studiyamızda meraklı bir insan, meraklı bir musafir buluna ve endi sizge de onu takdim etmege aşıqamız. Demek bizim studiyamızda musafir olarak Kırım Tatar Miras Medeni Müzeyinin kadimi Mustafa Bey Mustafaev buluna. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm, hoş geldiniz. Sabah hayırlı. Nasılsınız? Allah'a şükür. Nasıl yetip geldiniz? Böyle sıvıklarga bakmadan, sabadan bizge yol aldınız. Yayında ondayın adımlardan alına misafirlikке barmasan ne olacak? Çok sağ olunuz gelgeniniz için. Aslında böyle bizde ananevi suali var ki Mustafa ağa sizin sabanız neden başlana? Енді бірінші bir адамға ушап ше тұрасың. Текаран обязательно, конечно, сабалық бір гимнастика япасың, чтобы өзіңнің текаран тұтма. Вот, ну, сабалық, азырлық ішке, кетесің ішке, да, işte. Maşallah. Mustafa ağa, endi birkaç kere bizim studiyamızda bulundunuz ve elbette o yakında musafirlerge de, bizim seyircilerimizge de ayttınız, tanış ettiniz özünüzün. Şimdiki bugünkü vakitları siz neyle uğraşasınız? Nasıl proyektler boyunca çalışasınız? Ну, бізде енді музейде бір түрлі іш кеше. Но bizim мына отдел, основной бақане, отдел депортации. Өзіңіз білесіз, bizim халық бек ауыр сүргінлекке түсті. Çok халқын қадімлері қалды анда. Именно назағыр олмаса, чаре тапып, халқын көтеріп, ветан, ветан, ветан. Allah'a şükür. Yendik, vetanға келдік. Ана o adamların kim unutulgan tapmaq, халққа көстермек, айтмақ. Мен білес вақыт işim yapқанда, основной işim енді білесі Аметхан. Наз olmasa қайтам да, егер біреуінен ол мәселеге уақыт жоқ olsam, бірінші айтам. Егер біз алacak olsak, kim бірінші башылап халқы мына бұл işin başladı? Конечно, Аметхан. Білесің? 55 yılı қачан о келе Ворошиловтың алдына чағыртманен. Путин үшін екіл үшін лaf кете, но даяна алмай бет-бетке бақып айта. Указда yazılған установить бюст на родине героя. А моя родина – Алупка, Крым. И потом до меня дошли сведения о готовившихся документах на возвращение народов, высланных на родину. Идет проект насчет калмыков, чеченов, ингушей, балкар. А почему о крымском татарском народе нет разговора? А на Умальде бірінші башваю населенную. Я прошел Великую Отечественную войну с первой до последней минуты. В своей боевой деятельности я встречал крымских татар еще более могущественных и героических, чем я. Чем виноват мой народ? Почему? Он дайын башенен кім башвады? Аметхан солда. Ондан ғайры қадам бұна сауыңыз кешкен меселе көтерген едік Мустафа Чачу үшін. О да енді наз айтам сізге жүрекке ұрады о. Олен тұра. Герой социалистического труда, герой социалистического труда, герой... Бірда не татар жоқ. Яханда bizim хараман var. Яғы іш хараманы олмасы, ода енді ұрыш хараманына яқын келе.
Анда адам жан қойса, бұнда да өзін. Мұстафаға, сіз білген инсаңысыңыз, чоқ вақытлар дивамында біздің студиямызға келіп, біздің дефа қараманымыз, екі дефа қараманымыз Аметхан Султан ақында чоқ малюматларыны берген едіңіз. Ве сіздің бөлі тенқитлеріңіз, ве сіздің ішлеріңіз елбетте халқымыз үшін мұйым. Ве мұна тез күнлерде февралінің бірі, демек біз бөлі 1971 сенесінден берлі февралінің бірісінде бөлі біздің екі дефа қараманымыз Аметхан Султанның бөлі қатырасыны аңмаға даламыз. Ве бұл күнде насыл бізде тедбірлер олып кечежек? Енді білесің, біз бірінші еуар башуағанда ақылма келе мұна бұл Ақмежеттің регионал межлесі талетаға. Анау адамнен бір қач қошауып, бірінші барып Аметханның мейданына ана оған тақтаға барып гүл қояйды қақылай. Енді Аллаға шүкір, бақмыз. Кешкен күні специально гор исполком, что мына шердің мемлекетіне комиссия топланды. Наз еттіріп кечережеміз бұл меселені. Уже оны Хошева гор исполкомның қадымлері, анда Хошева гор отдел культуры, сағылсын Каменка татаржа білмеймады. Анда Дом культураның арзы директоры оны отырып, Хошев келдік. Не япылacak, наз япылacak, наз кечілежек. Енді уже о меселе действительно яваш-яваш келе. Айтқаныма қазақша айтacak olsаң, на государственный уровень. В общем, неге келіштігіміз. Saat 12'de bizim şehirde Simferopol'de meydanda, Аметхан Султан мейданына olacak небольшой траурный митинг. Анда енді 4-ші мектептің балалары yazылған ондай бір «Черный дьявол» деген бір баллада, полковник авиации. Оны оқыжақлар литературно-музыкальный композиция, енді бір адамы анылacak, неклежек. В общем, saat 12'de başlanacak. Кім іштірак біле бұл тедбірде? Істеген insanlar келе білелер ме? Обязательно о меселеге бір. Енді мен анда сөзім ойғанда айтқан едім. Сіз енді шер бөйіклеріз. Наз олмаса институт олсын, яқында оған мектепте олсын, кемесін чоқсы. Келсін Аметханның санған, білген 10 адам, 15 адам, 20 адам топланып бір елден ондайын тұққан. Мұна бүгін енді генерал-майор шоу кележек бір вақытта Аметханмен барабер таныш олған адам, ода кележек. Аллах сметсе, Ақиярдан кележеклер. Бұнда бізде яқында мұна бұл Құрманда летный ракетный полк бар еді. О полктың қадымлері ветеранылар кележек, потому что Аметхан, білесіді өзіңіз, 3-ші йылдызын алacak еді мұна бұл КС, крылатая ракета. Анау бірінші крылатая ракета бұл полкқа берілі. Аметхан испытать yapқандан соң. Олар кележек енді, Аллаға шүкір, бүтін яшуарын емізін. Демек, біздің тәлебелеріміз Аметхан ақында башқа алды көрген инсанларымен яқшыжа таныш олып, оның аяти бөлі яшайыштардыны ондан да яқшы чоқ білмеге имканлары олacak. Doğru ayттың, потому что егер біздер ендік береміз яшуарға, яшуар байрақтайын нау бармақ керек. Потому что мен білмеймін, о Аметхан біздің халқын байрағы. Эбет. Ondan gayrı Avupka'da olacak. No Avupka'da 12.30'da muzeyde. Son muzeyden toplanıp hepsi baracak ekil yanına meydanға, anda gül koyulacak Ametхан Султанға. Bizde başka memleketlерден musafirler olacak mı? Обязательно айтам да sizge. Ақиярдан келелер, bunda mana bu Құрмандан келелер. Evet, mana başka memleketlерден, Dağıstan'dan ya da böyle Rusiyadan kelgen insanlar. Biz doğrusunu aytayıq, bu gün gecizden laf etmedim. No her bir yıl o ondayın. Mana Ametхан koyulgan Новодевичье кладбище в Москве. Her vakit anda toplanalar. Onu akılına koygan lötçikler, kosmonavtlar toplanıp обязательно
аннайлар оны гүл қоялар, уафеттелер келелер. Ondan gayrı bizim Moskva bölümü Kırım Tatar var, diaspora değilsin ondan. Dörtüne специально көтерілер епсі топlanıp келелер анда Амитханның анама. В общем, октябрьдің 4-не Москвада olacak. Февральдің 4-не, мен шашмадым. Февральдің 4. Sağ olun. Mustafa ağa şu fırsattan faydalanıp bizim vatandaşlarımız böyle insanla çok gururlanalar ve onun böyle hayatının bu yapkan işlerinin uğraşkan insansınız ve keliniz de bir kere hatırlayık nasıl böyle samolyotta bizim böyle kahramanımız elak oldu. Vaktaysanız. O bilirsin Ту-16. О, bizim гражданский пассажирский самолет реактивный барида Ту-104. О, рексы бір. Только bu гражданский вариант, bu военный вариант. О, тактический бомбардировщик дейдер он. Но оны переоборудовать yapılar у лабораторияға. Неге демек? Уже развитие реактивной техники подошло к своей кульминации. Уже пошло с 3-го поколения на 4-е поколение. Это классификация самолетов. Такие самолеты, как МиГ-23, крылатые измененные крылья, МиГ-25, но ОАРГа керек мощный двигатель. Именно анау двигателін, анау самолетта Амитхан Сұлтан испытывать yapar. Мана бір шеге текаран ақыл қойыңыз. Мен ер вақыт қайта... O er vaqt қондырмаға тырыша еді. Ер вақыт мана түшінем, нечін ондайын олды, бақыңыз. 70-ші ел, 1 февраль күні, 40 даққа арасы разница. Ондайын бір авария ола Амитханда. Наз олмаса, Амитхан ос, ну, как мы говорим, родной экипаж. Енді бір механизмде детали притираются. Система становится одна единая. Вот. Ондайын, видимо, наз олмаса чаре тапалар, о гандова тубне толған двигателін кестірет шүрелер, оны барабе хонавар ершей нормально. Точно 1 февраль, но уже 71 елі. Мына бұл қазалыға. Мына бұл күн кежес Госкомиссияны yapқан акты бір. О, не демек? Мына бұл самолетін чалт тобеке көтермек үшін Күш керек. Бұлар екі самолетін двигателі қошалар мына бұл түбде оған двигателі. Ама оның қуаты бек зияде бұйық. Видимо, екінші пилот я шашмалады, я не олды, якобы закрылки. Не демек закрылка? Мына бұл қанатта ондай бір немелер бар, қошыла. Мұнамдан япқанда, ава ұрады, самолет көтеріле. Бұндан япқанда, наоборот, сона түбге тарты. Анау закрылкалар ачқола. Анау малде анауын етіп хопа болар, анауындан хопқаны бұрны текаран көтеріле, бошыла, онын бары бер, ондан официально. Но іште наз олмаса, бір ел ішіне 2 кері қазалыға мұнамдайын. Yazıq ki, ama tamam öyle oldu. Bugünkü vaxtları ise biz elbette Amитхан Сұлтан hakkında hep hatırımızda olmağa gerek. Çünkü 2 defa kahramanı bizim gururumuz. Gerçekten de Kırım Tatar halkının gururu olacaktır. Ve böyle salim var Mustafa ağa, biz sizinle 2 yıl evvelsi söhbetleştik ve siz Zarema Hanım Nagayeva, arxitektor Zarema Hanım Nagayeva beraberlikte böyle bir proyekt boyunca çalıştınız ve Ahmedjid şehrinde memorial kompleksini etmeye istediniz. Şimdiki vaxtları bu işiniz devam ediyor mu ve nasıl böyle neticeler var? Ama bir ağır meseleni çözdünüz mü? Bilirsin, men doğrusunu aytsam, Zarema көзіне бақыма ұтанам. Енді Амитханны қатырға қойып, мен қатырым көріп, бұл адам 3 кері анау проектін перерабатывать yapı. О, білесің, мына бұл сон yapқан, мына бұл именно подгонят под местность дейлер. Анау yapқан іші, просто понимаете, ондайын бір
красавец был бы на площади. Не поехал. Бар еді Казан татар архитектор. Сон вақыт мен заремен ануаф еткенде ома айтты. Мұстафаға біз архитекторнен көріштік, лаф олды, ближайшие годы начнем проект притворять в жизнь. Ну, көресін бұл күнге жес бір шей жоқ. Қанша ел девамында енді бұл проект бойынша çalışасыңыз? Бар еді ондайын Бабенко Геннадий Александрович, мэр города. 2010 сефересі бұл адам бізнен барабер халқын топап, мына Аметхан мейданында таш қойды. Здесь будет установлен мемориальный комплекс дважды Героя Советского Союза Аметхан Султан. Демек шерін мерkezінде? Бұл күнге жездан көресін. Эр вақыт вақ көтеріле, аэропорт адын берме. Банда екіл қойма. Сон түшінесің да текаран. Анда қоялар Екатерина. Мен бұл күнге сана поғымайын. Бұл апайын не апқан бұл үкіметқа. Не апқан. Превратить свой народ крепостное право худше, чем рабство, я не берусь судить. Айды мына шенкенді совет министрі янына денег қойылды. Она пара тапыла. Ама Аметхан Султанға кім? 6 самолет ура мына бұл Қырым көкінде. Немсе отырта. Мана только бір ақылмен түшініп бақыңыз. Хач 100 бет адамның сағын сақлай. Потому что енді сен білсең, душман не апажағын, сен енді ona қарар тапасың. Яу бір самолет. Анау Юнкерсін алайық, о почти 3 тонна бомба кетірі. 3 тонна бомба түссе Ахметшітке, бүтін шейірін бозмаса, ярсын бозар. Яны түшініңсің. Оғадарлық 6-дан е. Ені де оны саймайлар. Ана мен бірінші сефер анау Верховный Советте комиссия оғанда айтқан едім оларға. Достылар, я сіздің бабаларыңыз, аналарыңыз анда умақ еді о адамдар арасында. Сіз оны түшінесіз. Ана умалде сақ олсын Виктор Агеев, айнаның балаларға айтқан еді. Ребята, надеюсь, решен вопрос. Ана решен вопрос, а бүкірінге жиданы я болмайды. Мұстафаға, ямына умумен алсақ, Қырым бойынша Аметхан Султан адына насыл ядикерлықлар бар? Оны адын ташыған соқақлар, бекім, нелер бізде бар? Мына бізде шынжық яны бір, наз айтайым сізге. Ну, комитет десем комитет сізде, ну, рабочая группа, топландық. Неге демек? Бір күні біз ақылға кетелген едік, вот, бізде военный кинооператор. Кутуп Кенамзаде. Бұл адам, мало того, что білесін, енді нас, мұна түсіндірейім сізге, мұна бақыңыз, мұна кете ұрыш, идет атака. Он ведь должен эту атаку снять спереди. И получается, что на переднем все время под огнем. Мало того, у этого человека хватило сил энергии заснять Освенцим. Что там творилось, вы знаете. На базе снятых им материалов создано около 9 фильмов. Не только у нас, и за границей. Вот вспомните фильм «Помни имя свое». Ахонгстан, Баларн Банда, номер какой, так далее, так далее. Будьте начну, а там я по. Ана о малде ахауға келген еді. Бұл адам бізде Ялтада киностудияда çalışа. Почти 4 жыл. Бұл адам некілі Ростовта, Мезарухта. О бозылған, бұнда да памятную доску установить, он им барабер башаған едік, енді келіштік неге? Вот эти все забытые национальные ценности восстановить. Вот эти герои социалистического труда. Им надо поставить прилично. Те, которые забыты герои, подпольщики, партизаны. Ана оншын мынабы комиссия çalışacak. Ана анда Госсоветтен Жилин Анатолий Алексеевич деген адам қатынай бұл комиссияға бізге.
ана лaf oldu da өзіне алды bu işin. Мына bu білесің бұл вақытта ойды ФЗУ. Үшінші қанды о СПТУ 4. Ямына тамам бүгінгі күнлерде насыл böyle abideler бар? Ана оның адын, Аметхан Сұлтан адын қойма, мына о алды қоя жүрмесе. Бұндайын бақыңыз, бізде Қырымда, доғырын айтқанда, сон вақыт татарлар келген сон башуанды. Білесті енді. Соқақлар. Бірінші қойылды Алупкада екел. Сон мына Сақ елына микрорайон Аметхан Сұлтан. Мына бізде Ахметште, микрорайонда 5-ші хоча, а имени Аметхан Сұлтаны. Енді алайық, как говорится, пайшанда, ошелер ішей япыға. Но мына сіз айтқанда, ондайын айттыңыз ма? 2 дефа қараман. Ма юреме ошей ярамай келе. Неге 3 дефа. Сағылыңыз, Мұстафаға. Если объективно оценить Аметхан Сұлтана и его деятельность, я вам еще раз повторяю, места на груди не хватилось бы сколько. Катапульт спасти человека, тот получает орден Ленина, Аметхан спас, он достоин героя? То, что он вот это КС-1 спас, выручил землю от Третьей мировой войны, он достоин звезды? Заработка вопроса до заправки в воздухе достоин? Космонавтов подготовил. Почему они его батя называют? Вы понимаете? Вот эти молодые космонавты, летчики, которые... Они ведь его ласково все называли батя. Не Демико, бабам Демик. Так что... Сағылымыз Мұстафаға келгеніңіз үшін бөлі инсанымыздың қараманымыз ве доғра айтасыңыз, халқымыздың қараманы ве бүтін дүнияның қараманы, яғни Русия мемлекетінің қараманы десек яңғышмамыз. Оның бөлі япқан ішлері әр вақыт тарихте біздің сағылғымыз ве тыншылығымыз үшін япты. Чоқ сағы олсын ве февральның бөлі бірінде біздің ватандашларымыз Ахмеджет, Алушта, бөлі Алупканың меркезлеріне келе білелер. Енді есе біз осы саба программамызны девам етеміз. Бөлі келечек рубрикамызны сейретіңіз.